Ассалаумағалейкем қадірменді көрермендер. Жақында біз Балқаш қаласының тұрғыны Қадырберген ағамыздың ұйымдастыруымен әбікен ініміз бар Балқаштан саяхатқа барып қайттық. Барған сапар мақсатын бітірген шаруамыз туралы баяндап берейін. Күнгей саяхатқа бару біз үшін өте маңызды болатын, себебі ол жерден қазақтың атақты сұлтаны Әбілпейіздің қан ордасын табуды жоспарладық. Саяқтың өзім дегенде қоң етін кесіп беретін мәрт азаматтардың көмегімен Әбілпейіз сұлтанның ордасының орны табылды. Әбілпейіздің қарауыл төбесі болған Төре тауының биігіне де шықтық. Кезінде Күнгей саяқтың Шеңгелді өзегіндегі Әбілпейіздің қыстағы болған жерді Мұхтар Көкейұлы Ақсақал өзінің баласы сайлауға көрсетіп кеткен екен. Шеңгелді қасиетті мекеннің бірі деген. Қасиетті болатыны Әбілпейіз сұлтанның қыстағы Төренің тамы деген атаумен сақталған. Соны айтып отыр. Матчыкны өтіп бара жатқанда әкем айтты, міне мынау Төренің тамы деді, орны. Бір осының ішіне көрсетті енді. Төренің тамы деп, Төренің тамы. Мұхтар ата айтты сайлауға, Мұхтар ата. Көкей Мұхтар ата, Мына осының ішінде, мына Күнгей саяқта, мына там, мына Төре там. Бір қызығы Мұхтар ағаның әкесінің де азан қойып шақырған аты Әбілпейіз. Бала кезінен оны еркелетіп Көкетай деп, содан Көкей деп жазылып кеткен. Өмірзақтың қаратасынан тарайды. Әкімжаннан Көкей мен Төлеубай туады. Содан соғыс басталып, әскерге алынып, Берлинге дейін барып, елге жеңіспен оралады. Даңқ орденінің 1 және 2 дәрежелі орденімен, Ұлы Отан соғысы орденімен және ерлігі үшін медалмен марапатталған. Ағасы Нұрланбек те соғысқа қатысып 1940 жылы Майдан даласында ауыр жараланып, елге оралған. Мұхтар Ақсақал Әзімбай Бижанұлының жырлар жинағын баспаға дайындауға, шығаруға көптеген материалдар беріп, көмегін берген, өзі де суырып салма ақындығымен танымал адам болған. Сонысымен қымбат, жатқан жерлі жайлы нұры пейіште жалқысын. Құрметті көрермендер, сөйтіп біз Күнгей саяхта Әбілпейіздің кіші қыстағы ордасы болғанына айғақ тауып қайттық. Осылайша бұл негізгі шаруамыз орындалды. Енді тек Әбілпейіздің ескерткіш тасын орнату ғана қалды. 1756-57 жылдар Цин империясына жоңғардан босаған Жетісу, Тарбағатай, Алтай түгел кетіп бара жатқан соң Әбілмәмбет хан өзінің баласы Әбілпейіздің жанына ақылшы аталықтарын, қарулы төлеңгіт жасақтарын қосып шығысқа аттандырады. Ол кезеңде қазақ Балқаштың бергі жағын жағалап, Шарқ Ұрбаннан әрі аспаған уақытта. Аягөзге 1754 жылы Мамырсу бітімінің алдында Қызай елі келіп бекінген екен дейді. Содан Найманның игі жақсылар Әбілмәмбет ханның алдына барып, Әбілпейіз сұлтанды қанаттыға қақтырмаймыз, тұмсықтыға шоқытпаймыз деп мойындарына бұршақ салып қалап алған, өздері кепіл болған. Бұл оқиғалардың бәрі Жамбыл Артықбаевтың аталықтар әулет кітабында баяндалған. Әбілпейіз осы уағдамен алдымен Шұбартауға келіп түскен. Бұл бір жағы Шыңғыстау, бір жағы Қарқаралы таулы аймағымен астасатын ғажап қоныс. Осы жердегі Жорға, Қалмақ Емел, Емелтау баурайы әсіресе жылқы малына жағымды. Шұбартау елінің қысқы қонысы Күнгей саяқ болған, әлі күнге дейін ата-баба қорымдары Көк теңіздің жағасында. 1757 жылдың тамыз айының соңында Әбілпейіз сұлтан Цин Мәнжу әскерінің шапқыншылығын тоқтатып, Бейжіңде бейбіт келісімге келеді. Алғашқы қазақ хандығының елшілігі келіссөздер барысында Тарбағатай мен Іленің оларға әуелден тиесілі екенін мәлімдейді. Ол жерде 1745-1755 жылдарда қанды қырғын кезінде Цин Мәнжу әскері бұл өлкеге келгенге дейін жоңғарлардан қайтарып алғандары туралы дәлелдер келтіреді. Содан біртіндеп шығысқа қарай жылжыған қазақтың көші бір жағы Ертістің, бір жағы Іленің басына дейін жетті. Бір өкініштісі, қазіргі уақытта шығыс аймақта Әбілпейізге арналған ескерткіш түгілі ең болмағанда бір көше жоқ деген профессор Жамбыл Артықбаев. Өзге әкім қара, аяулы азаматтардың қасиетін білмесе де, төре аталық төлеңгіт балалары біледі. Әлихан Бөкейханның Әбілмәмбеттің кенже үйі Қара шаңырағы Шұбартау елінде, Күнгей саяқта деген жазу жақын арада Көк теңіздің жағасында тұрады деген үмітіміз бар деп мақала жазған еді. Бұл жердегі кенже үйі Қара шаңырақ деп Әбілпейіз сұлтанның ордасын айтып отыр.
Ал Шұбартау елі деп отырғаны 1757 жылы Әбілпей сұлтанмен бірге келген Өмірзақ Аталық пен Жаназар Батыр бастаған төлеңгіттер болатын. Профессордың айтып отырғаны бізге аманат, ескерткіш тасты орнатпасақ, бақты басқа теккеніміз. Қазақ ұлт азаттық қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейхан, Алашорданың көкжал азаматтарының бірі болған Елдес Омаровқа жазған «Шырақ елдесім» деп басталатын хатында Шұбартау елі, Қарқаралы оязы, 3000 үй құрамы, 300-дің ең соңғы хан Әбілмәмбеттің төлеңгіті. Мұнда Қырғыз, Тоқа, Қуандық, Найман, Қалмақта қазақтың талай атасының тұқымы бар. Әбілмәмбеттің кенже үйі Қара шаңырақ Шұбартау елінде Күнгей Саяқта дейді. Бұл хат 1934 жылы Мәскеуде жазылған. Елдес Омаров болса, осының алдында ғана орыстың түрмесінде 10 жыл отырып, босап келген. Енді Әлихан Бөкейханның хатындағы Әбілмәмбеттің кенже үйі Қара шаңырағы Шұбартау елінде Күнгей Саяқта дегеніне тоқталайық. Бұл ақпараттың контекстіне қарағанда Күнгей Саяқ Шұбартау елінің ішіне кіреді. Шұбартау деген қай жер екені біздің оқырман біле ме екен? Біле қоймас. Ертеде қазақта басында Шұбартаудың қос балапан, сол таудан дария тасып, су тараған, сұлу қыз, әсем жігіт, бәрі сондай. Япыр-ай, неге келдім сол арадан деген ғажап әдемі ән болған, қазір онша айтыла қоймайды. Осы өлеңнің ішіндегі сол таудан дария тасып, су тараған дегені қандай керемет. Қазақ жерінде мұз басу дәуірінен кейін алғаш су жүріп, құрғаққа басы қылтиып шыққан таулар Ұлытау мен Саяқ екенін білесіз бе? Құрметті көрермендер, 18 ғасырдың аласапыраны уақытында Қазақ хандығының алтын тағына 30 жыл бойы ие болған Әбілмәмбеттің қара шаңырағы неге Күнгей Саяқта болуы тиіс? Бүгінгі ұрпақтың бұл сұраққа жауап беруі қиын болар-ау. Сол себепті бейнебаянымызды Әлихан Бөкейханның Елдес Омаровқа жазған хатында айтылатын Күнгей Саяқтан бастаймыз. 1757 жылдың күзінде Түркістандағы Әбілмәмбеттің ортасында қазақ көсемдерінің кеңесі өтті. Хан кеңесінде талқыланған мәселелердің басшысы Әбілмәмбеттің баласы Нияз Аталықтың тәрбиесінде болған Әбілпей сұлтанды қалмақтан босаған ұлан ғайыр кең алқапқа басшы қылып тағайындау болды. 1742 жылы Абылай сұлтанды қалмақ тұтқынынан босатамыз деп, Нияз Аталық өзі тәрбиелеп өсірген осы Әбілпейізді Қаратал өзенінің бойында отырған Қалден Сереннің ордасына бастап алып барып еді. Енді өз аманатта отырған қара қалмақтың жұртына иелік жасау да Әбілпейіздің пешенесіне жазылыпты. Шар құрбаның бойында ұйлығып, әрі баруға Қытайдан қауіптеніп отырған қалың Найман мен Абақ Керейді бастап Алтай мен Тарбағатайды игеруді Әбілпейіздің жауапкершілігіне жүктеді. Ташкент пен Түркістан арасынан аса алмай отырған ұлы жүздің үйсін дулаты да Жетісуға қайта қоныс салуға асық, олардың көштеріне де басшылық керек. Әбілпейіздің негізгі міндеті осы елдерге қорған болу, шаруашылығын жүргізу, көрші мемлекеттермен шекараны реттеу болды. Хан кеңесі мың шаңырақ Аталық әулетінің Мамадайыр Мамашықтан тарайтын Өмірзақ Аталық Тілеу Батыр, Еңкей Жылқылды Батыр тобын 500 үй Абақ Керейді Әбілпейізге бірге аттандыруға шешім қабылдады. Әбілпей сұлтанға қызмет істейді, өлімге жұмсаса да қияметте сұрауы жоқ деді. Шығыс өңірге аттанып бара жатқан Әбілпейізге Әбілмәмбет хан өзінің сенімді төлеңгіттеріне Жаназар Батырды баз қылып бірнеше ауыл берді. Әбілпейіз осы тапсырмамен Түркістаннан алдымен Шұбартауға келіп түскен. Әбілпейізбен бірге келген Арыстан Аталық әулетінің өкілдері Мамадайыр Мамашық маңайындағы елге ұйытқы болып, Әбілпей сұлтан туын тіккен Шұбартауда төлеңгіт атанып отыр. Сонымен бірге Шұбартау төлеңгіттері ішінде Әбілпейіздің өз кіндігінен тараған ұрпақтары да болғанын 1880 жылғы санақ деректерінен көреміз. Әбілпейізбен бірге Мамашық Мамадайырлардың еріп келгені Нияз Аталықтың шешіммен болғанына күмән тудырмайды. Иса Қаңтарбайұлы шежіресінде арғының басқа балалары қайтып, Мамадайыр Мамашық қалмақтан кек аламыз деп төре қолмен бірге қалып қойған делінеді. Арыстан Аталық тұқымдарының бір бұтағының төлеңгіт атанып кететіні де осы кезеңде. Қазақ қашанда хан сарайы маңындағы ұлыс қызметіндегі төре соңындағы елді төлеңгіт деп атайды. Осы оқиғадан кейін 10 шақты ұрпақ ауысты. Қазақ талай аумалы төкпелі заманды баста кешірді, қара шыбындай қырылған кездері де болды. Бірақ Әбілпейізбен Шұбартауға келіп,
Төлеңгіт атанған Мамадар Мамаш тұқымдардың арасында бұл елдің бірлігі үшін керек деген сөз мәтел болып сақталып қалыпты. Құрметті көрермендер, Күнгей Саяқ Балқаш көлінің солтүстік жағалауында орналасқан ұсақ шоқылы өңір. Асты толған кеніш. Саяқ аумағы солтүстік батыс бағытта көл жағалап отырып 60 шақырымға дейін созылады, ені шамамен 40 шақырымдай болады. Күнгей Саяқтың Балқаш жақтан басталатын бас жағы қыстақ, аяғы жайлау болып келеді. Саяқ кентінің солтүстік батыс беткейінде орналасқан Шеңгелді, Омар, Шойынбай, Сұлуқұдық өзектері Дөненбай жазығы деп аталады. Өзек бойы сылдырап аққан бұлақ, көктемде қар суымен толады, шөбі шүйгін, мал жайылымдарына қолайлы алқаптар. Балқаштан Саяқтың кіре берісінен батыстан шығысқа қарай Омар өзегі басталады. Оң жағында тамдар бар. Сол жағында көне қорым, ескі зираттар көп. Мынау зираттар енді. Омар өзегіндегі, Аха, Омар өзегі. Мыналар енді кішкентай бәрі құлап түсіп кеткендер ғой мыналар. үлкен қорым болған Иә, кезінде. Көктемде осылай бетін жаба салған ғой тастың. Иә. Төбенің басында да тұр міне. Обағы мысалға. Бұл енді мына Күнгей Саяқтағы өзек қой, Омар өзегі. Құшшылар ғой. Омар өзегінен кейін Шеңгелді басталады. Өзі жеке отырды ма, или бір совещаниесі жүргізді ма? Содан қалған ғой енді төре қалды. Біз отырған жер ғой, Текерге төрет алды Қазір енді Шеңгелдіге қарай біз қыстап түсіне бірақ шығамыз. Жаңағы қалың қорым бар ғой, қалың зират. Сол жерге барамыз. Күнгей Саяқтың ең ұзын өзегі осы Шеңгелді. Балқаштың көліне дейін барады, көктемде тасыған қар суының селі Балқашқа дейін ағып барады. Бір сөзбен айтқанда Шеңгелді сулы жер. Шеңгелдідегі қыстақтың басында да үлкен қорым құшылардың ескі зираттары, кейде шалғынды, көделі жусанды, маңыраған малдың жайлы өрісі. Шеңгелдінің оң жағында Қалмақ Емелге қарай Дөненбай жазығы жатыр. Бұл жерде Рымқұл би, Қараш батыр, Дөненбай, Сәурікбай қорымдары бар. Заманында бұл жерлерде Әбілпей сұлтанның табын жылқылары мен түйелері қыстап шыққан. Бұл жердің ашысы да бар, көдесі де бар, малға жайлы өріс. Кезінде бүкіл Шұбартаудың жылқылары Күнгей Саяқта қыстап шыққан. Қар қалың болмайды, ну шидің арасында. Боран болмайды, қалың жылқы ықтап жататын. Мысалы өткен ғасырдың 80 жылдары Емелтаудың 4000 жылқысы Күнгей Саяққа түсіп, Шеңгелді өзегінде қыстап шығатын. Сонда Жақиян облысқа әкім болып келгенде, осы уақытта 4000 жылқысы бар, не деген шаруашылық деп Емелтауға өзі келіп көрген екен. Емелтаудың бас бұқалдыры ол кездері Жұманов Мақар ағамыз еді. Күнгей Саяқтың қыстақтары, жайлаулар мен шабдықтары туралы мәліметтер бере кетейік. Ең алдымен Құсшы руынан Жүнісбек ата, Жәкетай ата, Сыламбек ата, Отархан ата, Сергебай атаны атап өтеміз. Одан кейін Мамадайыр Өмірзақтан Нұрланбек ата, Мұхтар ата, Сейітқан ата, Жапар атаны, Боранан Жұмағали атаны, Дейіт Қасымбек ата, Сабаншы Бөлеген ата, Қалмақ Абдолла ата, Мамашық Ысқақ ата, Игенбаев Қаскен ағалардың шабдықтар болғанда атап өтеміз. Күнгей Саяқтың Шеңгелді өзегінен шығысқа қарай тура қарағанда Сарышоқыға жетпей, мен мұндалап оқшиып тұрған биік Төретауы деп аталады. Төретаудың төбесіне шыққанда ұлан ғайыр дала алақанда жатқандай айнала түгел көрінеді. Келетін сияқты жаңағы. Иә, дұрыс. Төретау деп анаған шықсаң да ар жақ көрінеді, мынаған шықса мына жақ көрінеді, ана жақ одан ары. Енді ол кезде жаугершілік заман жаңағы сол қарауылдар тұрды ма деймін да, ана төбеде сол жердің бәрі көрініп отырады жан-жағында. Бәрі көрініп тұр ғой. Тау басынан солтүстікке қарағанда сол жағымыз батыс көкжиегіндегі Балқаш көлінің жағалауларының жазығы жатыр. Оң жағымыз шығыс алыстан мұнартып тұрған Берікқара тау шоқылары. Берікқарада Қарауыл төбе деп аталған
бірнеше төбе бар. Жаугершілік заманда онда алаулатып от жағылады екен, сонда жанған от Төре тауына көрінетін болған. Бер қара мен солтүстікке қарай Саршоқының арасындағы Тастау карьері, одан әрі Саяқ 1, Саяқ 2, Саяқ 3, Саяқ 4, Саяқ 5 алтын мыс шығатын кен орындары доға бойымен ондаған шақырымға дейін созылып жатыр. Саяқ 1 немесе Молдыбай деп аталатын кен орны Саяқтағы ең ірі кен орны болып табылады. Мұндағы Молдыбай Құшшы, Құшшыдан Қарымсақ, одан Есен Аман, одан Молдыбай туады. Берікқарадан оңтүстікке қарай жоғары Жамбас, төменгі Жамбас таулары жалғасады. Бұл жерлерде ертедегі мыс дәуіріндегі мыс өндірген кен орындарының іздері сақталған. Төре таудан солтүстікке қарай межелесек, көз ұшса мұны артып тұрған Қалмақ Емел, одан оңға қарай Емелтау таулары, одан асқанда Жорға тауы. Қалмақ Емелдің күнбатысқа қарай Табақ таулары, Бас Табақ, Орта Табақ, Аяқ Табақ, Айыртас, бұрынғы Ақтоғай ауданына қараған Партиес кеңшарының аумағы. Солтүстік шығысқа қарай 70-80 шақырым жерде Емелтау тұр. Жорға Айыртастан 30-35 шақырым, Өгізтаудың күншығысында Қалмақ Емел мен Емелтаудың ортасында солтүстікке қарай тұрған тау шоқысы. Кезінде 150-дей үй, маңыраған мал өрісі болған Қайран Жорға, бұл күндері 2 үй шаруа қожалығы отыр екен. Жорғаның қасиетті әулие бұлағындағы Мамашық Жылгелді әулие мен оның ұлы Тастемір батырдың басына биыл алып ескерткіш тас қойылды, және осы ескерткіш тасқа алғаш рет Әбіліп би Сұлтан туралы мәліметтерде ойылып жазылды. Бұл да болса жақсылықтың нышаны, құрбандыққа мал сойылып ата-баба аруақтарына дұға бағышталды. Жорғаның киесі мен қасиеті қайтып оралатын күннің басы болсын деп бір жаратқан Алладан тілек тіледік. Еспе мен Қусақ өзендерінің жоғары салаларда Күнге Саяқтың солтүстік аумағындағы өзектермен өтеді. Төлеңгіт болысының әуел бастан мекені Еспе мен Қусақ өзендерінің арасы болды. Қос өзеннің аралығы Төлеңгіттің жиделі байсыны. Осы ауылдар арасында шекара болмаған. Қыстақтары бөлек болғанмен жайлаулары ортақ, аралас, мамыражай өмір сүрген. Алыс жолға шыққан адамдардың жанында өмірзақтан бір адам болса, жолымыз болады деп жорған екен. Жақсының шарапаты тиеді. Бұлардың бәрі де рас. Құт иесі аруақты өмірзақтың шарапаты талайларға тиген ғой. Оның үстіне төлеңгіттердің арғын Алтай атымен жүретін жақсы бір дәстүрі де болды. Олар өздерінің атақты адамдарын, тағы басқа ел басшыларына қойылатын белгі зираттар сыртқы көршілес ел үшін меже қылды. Оларды шекаралық алқаптарға, керуен жолдары бойында және даулы жерлерге қоюға ұмтылды. Бір жағынан осында киелі жерлер арқылы ғана ата-баба аруағымен байланысты сақтады. Мысалы, Еспенің Балқашқа жететін төменгі ағысында Әзімбай ақын қыстағының маңындағы Өмірзақ пен Жаназар бабаларымыздың кесенесі. Қияметтік екі достың сүйегін ажыратпай бірге жерленуінің астарында да аруақты құрметтеу арқылы Төлеңгіттің 3 арыс атасының ұжымдасып өмір сүруіне бағытталған дәстүрді көреміз. Елдің киесі де, таңбасы да осыдан. Өліге деген құрмет тірілер үшін. Бабаларымыздың кесенесімен мәңгілік тасы бүкіл Төлеңгіт атаулы елдің ең басты тағзым ететін киелі нысаны қағбасы болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Қаратас салауат айтып тұрады деген, өмірзақтың құтына Жаназардың туына жиналған ел деген ғибратты сөзді де насихаттауды, ел бірлігінің сақтаудың қайнар көзі болып табылады. Ата-бабаларымыздың топырағы торқа, жандары жанаттан болсын. Алла тағала өліге иман бұйыртып, тіріге берекет бергей. Сары өзені бойындағы өмірзақтың сары, торы, қара тұлдарының зираттары да жапсарлас отырған қаракесек рулары мен шекаралық меже ретінде қойылған. Аруақты Сары атамыз бақилық болар алдында өзін арнап зират салғызып, мен иншалла осы жерге жатамын, және 2 бауырым қара мен торы да осы жерде болады деп айтқан екен. Ол кісінің мақсаты осы аманат арқылы Семей қарқаралы керуен жолы бойынан ата мекен қалдырып, келер ұрпақтарының қамын ойласа керек. Сарының немересі Қылышұлы 30-шы зираты да Айыртас елді мекеніне тақау жерде бұрын жәрменкі болатын Қаререк жерінен өтетін қара жолдың бойында. Айыртас ауылының қысылған тілек тілеген адамдары барып, басына барып Құран оқып қайтады.
Қанай руынан шыққан атақты Айнаң жерленген күмбезді зираты да Айыртастың күншығысындағы Құттымбет деген жерде тұр. Бұл жерде де шекара жай шегенделген жер емес, ата-бабалар сүйегі жатқан қасиетті мекендер болып табылады. Айыртас шағындағы Бесбұлақтағы үлкен қорымда 5 адам, атақты Меңаяқ бидің өзі, баласы Оспанқұл және қызы Жазық жерленген. Меңаяқ бидің кішкене ауылы Өгізтауда. Өгізтау 1932 жылға дейін Шұбартау ауданының орталығы болған. Бұрынғы Төлеңгіт немесе Шұбартау болысында орталығы Өгізтау болды. 1926 жылы жүргізілген бүкілодақтық санақта Оспанқұл балалар Жаман қыстағының 7 шаруашылық болып отырған. Жаман қалмақ тілінде яма, яғни тау ешкісі мағынасындағы сөз. Тау ешкілері мекендейтін жер деген ұғымды білдіреді. Сулы, нулы жер болған. Өгізтау, Жауыр, Шұбарайғыр, Ешкөлмес, Бесбұлақ, Еспе өзенінің басынан төменгі ағысы бойына дейін өмірзақтар ауыл-ауыл болып отырды. Емелтау Саяқ маңындағы Жалаңтөс, Боран, Мамашық ағайындарына таянып отырған. Ақай бидің зираты Емелтауға кіре берісіндегі Ақай тауында тұр. Қосырлана салынған дөңгелек 3 күмбезді еңселі зират. Жанында ескі қыстақтың орны бар, сол жерде Ақай құдығы да тұр. Осы күнге дейін Ақайдың қыстағы делінеді. Ақай тауының ар жағында Құдияр бидің де зираты мен қыстағының орны тұр. Бүгінгі күні Ақтоғай ауданына қарайтын Қошқар ауылынан шығысқа қарай 39 шақырым жердегі Шұбарайғыр тауларындағы Шұбартау да ата-бабалардың ескі қонысы. Қалмақ Емелден Балқаш көліне дейін Саяққа барып тірелетін жайылымға қолайлы жерлер ата қоныстар. Төлек Қара атадан тарайтын үлкендердің зираттары да Саяқтан Балқашқа қарай Жаға деген жерде, Жолдыбай өзегінде. Аш өзек жеріндегі Боран түбек жағасында атақты Қаспақ Ишанның және Жақсыбек аталардың да көне мазарлары бар. Әкімжан атаның зираты да тұр. Төлеубай үлкен қасиет иесі болған. Көкейұлы Мұхтар 1910 жылы Шұбартау болысының 5-ші ауылындағы Саяқтың батыс жағындағы Тоқтыкөн қыстағында дүниеге келген. 1928 жылы конфискеге ұшырап, бар шаруашылығынан айырылған Көкей отбасымен Лепсіге қарай шығады. Жол жөнекей Саяқтан 20 шақырым ұзағанда жол торған қарақшыларға тап болып, содан бала шағасын қорғаған Көкей қаза тапқан екен. Көкейдің ұлы Мұхтар да көп қуғын көріп, содан Алтай өңіріне қашып барып, шахтада жұмыс жасайды. 1930 жылы туған жеріне қайтып оралады. Емелтаудағы Қос батыр зиратында Жалаңтөстің аруақты батырлары Тіленшібек Байсақ жерленген. Күнгей Саяқта Дөненбай жазығында Саяқтан Балқашқа қарай жердегі Сарқамыста Мамашық ұрпақтарының көне қорымдары бар. Қызыл Күнгейде Жақсы бапы тауы және оның шығыс бөлігінде Аман бапы тауы да бар. Ел жақсы атанған Жақсы бапы атақты Жылкелдінің баласы. Күнгей Саяқтағы Мамашықтар құшылармен аралас отырған. Сондықтан таудың екінші бөлігі Аман бапы деп аталған. Есен Аман құшшы Қарымсақтың баласы. Қарқаралы ауданындағы Ақтайлақ өзенінің бойында тұрған әулиелі құшшының моласы Қойтаның жарығы деп аталады. Сол маңда Жалаңтөстің немересі Татан батырдың тауы Шоңай бидің атымен аталған тау жотасы тұр. Қошқар Қусақтағы Дейік Бөрібай батырдың зираты Дадан тобықтымен шекаралас жердегі бүгінгі Ақтоғай ауданында тұр. Бұл зираттарда шекаралық меже болып саналады. Ата-бабадан мирас болып қалған жерге адал болу, әр уыс топырағын сақтау ұрпаққа аманат деген ұғымды білдіреді. 1960 жылдары қазақ жанды ғалым Алан Медоев Балқаштың солтүстік жағындағы Саяқ, Шұбартау, Шыңғыстау, Жорғаны түгел аралап, жартастағы суреттерді зерттеп, бұл мәдениетті Саяқ мәдениеті деп атады. Алан Георгиевич Батыс Еуропаның атақты палеолит живописінің өзінің түп бастауын осы Күнгей Саяқ петроглифтерінен алады дейді. Біздің ата-бабаларымыз ол заманда ұлы көштерімен батысқа да шығысқа да барған, өзінің озық мәдениетін таратқан. Тағы бір айта кетер жайт, Шұбартау болысын басқарған Оспанқұл Меңаяқұлының 1900 жылы Семейдің белгілі өлкетанушысы Николай Кончинге жазған хатында
Болыста 200-дей қорған сақталған дейді. Әсіресе Көктас аумағында көп. Саяқ пен Беркқара тауларында ежелгі мыс қорыту жұмыстарының іздері сақталған. Сол саяқ тауларында белгісіз тілдегі жазулар мен бұғы арқар суреттері көптеп кездеседі дейді. Сонымен Шұбартау саяқтың көне тарихынан алғаш жазба дерек берген Оспанқұл болыс болып шығады. Осы жолғы сапарымызда Күнгей саяқтағы Бұзаубай өзегінде жартастардағы көне суреттерді арнайы барып көрдік. Әсіресе күн басты Тәңірие, түйе керуені, салт атты адамның суреті өте әдемі бейнеленген. Бұл жерлер саяқтан 25 шақырым батысқа қарай Шеңгелді мен Бұзаубайдың түйіскен тұсында. Оң жағы Шеңгелді өзегі, сол жағы Бұзаубай. Саяқ, Бұзаубай өзегіндегі шатқалдағы суреттер. Мынау керуен кетіп барады, түйе. Мынау иә? Ерекше, Алып жатыр, садаға бар адам садаға атайын деп тұр. анау салт адам бар. Мынау керуеннің басында салт адам. Мына суретте мына жерде. Бұғы мынау қалан ба не мынау? Бизон сияқты. Міне тұрғызып алады. Бәрі жуа міне. Осы жуа дейсің бе? Жуа. Әкем сонда осы тау жуа піседі ғой. Сол кезде кетіп қалады далада. Жаңа айранын алады да, соны айранға турап, осының бәрін ішіп, сол жақтан ішіп. Сол майда шыққанда жинап беретінбіз ғой. Сол рауаға жинайтынбыз. Иә, рауаш, иә.